Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2008 жылы шыққан телепорт атты фантастикалық экшн фильмді талдаймыз. Дэвид Райс, кішігірім қалашықта тұратын, қарапайым мектеп оқушысы. Бірде ол өзіне қатты ұнайтын, сыныптасы Миллиге ішінде қар жауып тұратын әйнек шар сыйлайды. Бойжеткен сыйлыққа дән риза болады. Бірақ олардың қасына сыныптың бұзақысы Марк келіп, сыйлықты тартып алады да, жұқа мұз басқан көлдің ортасына лақтырып жібереді. Қыз қауіпті екенін ескертсе де, Дэвид шарды алу үшін мұз үстіне барады. Алайда ол ойламаған жерден мұз астына түсіп кетеді. Су астынан шығуға мүмкіндік жоқтай көрінген сәтте, Дэвид кенеттен кітапхананың дәл ортасынан бір-ақ шығады. Дэвид үйіне оралғанда, оны үнемі ашуланып жүретін әкесі Уильям қарсы алады. Олар екеуі ғана тұрады, өйткені бала кезінде анасы оларды тастап кеткен болатын. Жігіт өз бөлмесіне көтеріледі, бірақ әкесі есігін бұзып кірмек болғанда, Дэвид тағы да белгісіз себеппен кітапханаға ауысып кетеді. Осы кезде жігіт өз бойындағы қабілеттің оған шексіз еркіндік беретінін түсінеді. Ол үйдегі барлық жинаған ақшасын алып, жаңа өмір бастауға шешім қабылдайды. Дэвид өз күшін басқаруды үйрене бастайды. Ол саяхат журналдарын қарап, әлемнің түрлі нүктелеріне телепортация жасауға тырысады, бірақ алғашқы әрекеттері сәтсіз болады. Бір күні Empire State Building ғимаратының суретін көріп, анасы Мэримен бірге сол жерде болғанын еске түсіреді. Кенет ол өзін ғимараттың шатырында табады. Осы сәтте ол тек бұрын болған жерлеріне ғана ауыс алатынын ұғады. Дэвид банк тонауды ұйғарады. Жол жөнекей әжетханаға кіріп, банктың ақша қоймасын көреді. Түнде банкке бірнеше рет кіріп шығып, қомақты қаржыны қолды қылады. Полиция мен банкирлер бұл жұмбақ ұрлыққа таңғалады, өйткені қоймаға ешкім кірмеген болып шығады. Осы кезде Роланд Кокс есімді адам пайда болып, өзінің үкіметте жұмыс істейтінін айтады. Ол соңғы айда банкте болған барлық адамдардың тізімі мен бейне жазбаларын талап етеді. Роланд бұл істі телепортация жасай алатын адамның істегенін түсінеді. Бірнеше жыл өтеді. Дэвид қазір Нью-Йорктегі зәулім пентхауста тұрады. Оның үйінің қабырғалары әлемнің түкпір-түкпірінен түсірілген фотосуреттерге толы. Ал оның жасырын бөлмесінде түрлі елдердің валюталары үйіліп жатыр. Дэвид Лондонның барларының біріндегі сүйкімді арудың қасына ауысады. Оның бұл телепортын Гриффин есімді жігіт байқап қалады. Дэвид қызбен түнді бірге өткізіп, келесі күні Фиджиде серфинг теуіп, содан соң Мысырдағы Сфинкстің басында түстеніп отырады. Осы уақытта басқа бір жігіт джунгли ішінде қашып құтылу үшін телепортация жасайды, бірақ оны электрлі арқанмен ұстап алады. Артынан Роланд пайда болып, телепорт жасайтындарды жек көретінін айтып, жігітті өлтіріп тастайды. Роландқа телефон арқылы баяғы банк ұрлығы бойынша іс табылғанын хабарлайды. Дэвид пентхаусына оралады, бірақ оны сол жерде Роланд күтіп тұреді. Роланд секіргіштерге күн көрсетпейтінін айтып айғайлайды, бірақ Дэвид оны басында байсалды қабылдамайды. Тек Роланд оны қуатты электр таяғымен ұрғанда ғана істің қиын екенін түсінеді. Электр зарядын алғаннан кейін, жігіт тек бірнеше метрге ғана ауыс алатын күйге түседі. Роланд Дэвидті болат арқанмен іліп, еденге бекітіп тастайды. Енді ол ұзаққа кете алмайды. Соған қарамастан, Дэвид жасырын бөлмеге телепортация жасап үлгереді. Ол жерден бір қап ақшаны алып, қашып кетеді. Дэвид әкесі Уильямның үйіне ауысады. Әкесі ұлымен сөйлесуге тырысады, бірақ Дэвид оған өзінің жынды емес екенін айтып, тағы да ғайып болады. Содан соң жігіт Миллиді іздеп табады. Милли қазір жергілікті барда жұмыс істейді екен. Бұзақы Марк Миллиге тиісе бастайды. Дэвид шыдай алмай, оған тап береді, екеуі төбелесе кетеді. Осы сәтте Дэвид Маркты ұстаған күйі банктың ақша қоймасына телепортация жасап, бұзақыны сол жерге тастап кетеді. Дэвид Миллиге қайтып оралып, өзінің қаржы саласында жұмыс істейтінін айтып өтірік соғады. Бойжеткен әлі де саяхаттауды армандайтынын айтқанда, жігіт оған Римге ұшып баруды ұсынады. Милли келіседі, ал бұл жұптың соңынан Гриффин бақылап тұрады. Бірнеше сағаттан кейін жастар Римде қыдырып жүреді. Осы уақытта Роланд полиция бөлімшесіне кіріп, күзетшіні естен тандырады да, Марктан Дэвид пен Милли туралы барлық ақпаратты біліп алады. Роланд бұл жұптың Римге кеткенін анықтайды. Дэвид пен Милли өмір туралы сырласып, қонақ үй бөлмесінде түн өткізеді. Келесі күні олар Колизейге барады, бірақ ол жабық болып шығады. Дэвид құпия түрде қақпаны ашып, Миллиді ішке кіргізеді. Қызды іште қалдырып, өзі есікті ашу үшін басқа жаққа ауысады. Осы жерде оның алдынан Гриффин шығады. Гриффин Дэвидке бұл әлемде жалғыз, секіргіш емес екенін түсіндіреді. Олардың басты жауы паладиндер ордені туралы айтып жатқанда, кенет екі жау пайда болып, төбелес басталады. Дэвид тағы да электр кабелінің кесірінен қабілетінен айырылып қалады. Бірақ Гриффин екі паладиннің де көзін тез әрі сенімді түрде жояды. Ол мұнымен көптен бері айналысып жүргенін айтады. Гриффин өзінің жасырын орнына телепортация жасайды. Дэвид те оның соңынан ереді. Бірақ Гриффинге бұл ұнамайды. Дэвид Миллиге оралады.
Олар колизейден шыға бергенде полиция оларды ұстап алады. Дэвид қызды қорғау үшін біз бірге емеспіз деп мәлімдейді. Жігітті бөлімшеге алып кетеді. Тергеуші кеткенде бөлмеге бір әйел кіреді. Бұл оның анасы Мэри екен. Ол Дэвидке кісеннің кілтін лақтырып жіберіп, паладиндердің жақын қалғанын ескертеді де жылдам кетіп қалады. Дэвид оны қуып жетпек болады, бірақ бәрі кешеді. Жігіт Мелиді әуежайға апарып, оған үйге жалғыз ұшуы керектігін айтады. Екеуі де қатты мұңаяды. Роланд Дэвидтің әкесі Уильямға келіп, өзін салық қызметінемін деп таныстырады. Ол 8 жыл бұрын Дэвидті көргенін айтып, Мэри ұлын тастап кеткенде небәрі 5 жаста болғанын жеткізеді. Уильям шақырылмаған қонақтың тезірек кеткенін қалайды. Роланд кетуге асықпайды. Дэвид Гриффиннің баспанасына секіріп барады. Сол жерде Гриффин оған паладиндердің секіргіштерді орта ғасырдан бері аңдып келе жатқанын айтып береді. Олар мұнда ерекше күште Құдайға ғана тән деп есептейтін фанатиктер еді. Паладиндер кез келген секіргішке жету үшін оның жақындарын да аяусыз өлтіре береді. Дэвид жақындарына қауіп төніп тұрғанын түсініп, бірден әкесіне қарай ауысады. Ол Уильямның еденде жатқанын көріп, оны дереу телепортация арқылы ауруханаға жеткізеді. Содан соң Дэвид Гриффинге оралып, Роландтың көзін жойғысы келетінін айтады. Бірақ Гриффин бұдан ештеңе шықпайтынын, өзінің сол қатыгез паладинді құртуға тырысып жүргеніне 10 жыл болғанын алға тартады. Дэвид бірлесіп әрекет етуді ұсынғанымен, Гриффин бірнеше рет бас тартады. Алайда Дэвид оның соңынан қалмай, ақыры Гриффинді көндіреді. Олар Роландтың қай жерде екенін біліп, оны өлтірудің жоспарын құрады. Осыдан кейін жігіттер бөлінеді. Дэвид Мелиді құтқару үшін Гриффиннің баспанасына барып қаруланады. Содан соң Мелидің үйіне келеді, бірақ бойжеткен оны көргеніне мүлдем қуанбайды. Дәл осы сәтте Дэвид Роланд пен оның командасының келіп қалғанын көреді. Ол қызға өзі туралы шындықты айтады. Мели қорыққаннан қашып кетпек болады, бірақ Дэвид оны ұстап алып, Гриффиннің баспанасына ауыстырып жібереді. Паладин пәтерге кіріп, арнайы құрылғының көмегімен секіруден қалған ізді анықтайды. Роланд жастарды ұстау үшін портал ашуға тырысады. Гриффин Дэвидке қатты ашуланады, өйткені жігіт порталды жауып үлгермей, паладиндерге іс тастап кеткен еді. Енді Роланд өзінің арнайы машинасымен осы жерге келе алады. Жігіттер порталдың кеңейіп жатқанын көреді. Бірнеше секундтан кейін Роланд пен оның серіктестері пайда болады. Олар жасырынуға тырысады. Осы сәтте Дэвид қабырғадағы басқа паладиндердің суреттерінің арасынан өз анасының фотосын көріп таңғалады. Кенет паладин Дэвидті электр кабелімен ұстап алады, бірақ Гриффин оны ажалдан құтқарып үлгереді. Гриффин Роланд пен аяусыз шайқасқа түседі. Ол тіпті үлкен автобусты телепортация жасап жібереді. Паладин одан әзер қашып құтылады. Гриффин тағы 2 паладинді жойып, Роландпен бірге Мелидің пәтеріне ауысады. Ол жерде кескілескен ұрыс жалғасады. Мели Дэвидті кісеннен босатып, үйіне қайтқысы келетінін айтады. Дэвид келіседі, бірақ осы кезде паладиндердің машинасымен Гриффин пайда болады. Роланд ашық портал арқылы Мелиді ұстап алып, оны өзіне жемтік ретінде пайдалану үшін алып кетеді. Гриффин бәрін бірден жарып жіберу үшін үлкен бомбаны қолданбақ болады, бірақ олай істесе Мели де қаза табады. Дэвид детонаторды тартып алып, қашады. Гриффин оның соңынан қуады. Олар детонатор үшін бүкіл әлемді шарлап төбелеседі. Бір кезде жігіттер солдаттар соғысып жатқан нағыз қақтығыс ортасынан бір-ақ шығады. Дэвид Гриффинді ұстап алып, оны электр мұнарасының дәл ортасына қамап тастайды. Гриффин Дэвидке 5 паладинге қарсы жалғыз өзің төтеп бере алмайсың деп айғайлайды. Бірақ Дэвид оны тыңдамай Мелидің пәтеріне баса көктеп кіреді. Паладиндер оны бірден электр кабелімен шырмап, қабырғаға таңып тастайды. Дэвид бар күшін жинап, секіруге тырысады. Оның күшінің қуаттылығынан үйдің қабырғалары шытынап, қирай бастайды. Ақыры ол бүкіл пәтердің бір қабатын паладиндермен қоса көлдің ортасына телепортация жасайды. Көптеген паладиндер суға батып кетеді. Содан соң Дэвид қираған пәтерді баяғы кітапхананың ішіне ауыстырады. Жігіт есін жиғанда қасында Роландтың да бар екенін көреді. Ол паладинді ұстап алып, таудың ең биік шыңындағы үңгірге тастап кетеді. Көп ұзамай Дэвид анасы Мэридің қайда тұратынын табады. Анасы оған өзінің паладиндер қатарында болғанын мойындайды. Дэвид 5 жасында алғаш рет телепортация жасағанда, паладиндер оны өлтіріп тастамау үшін Мэри отбасын тастап кетуге мәжбүр болған екен. Мэри ұлы туралы ешкімге тіс жармауға уәде береді. Дэвид Мелимен бірге жаңа өмірге қарай телепортация жасайды. Ал сіздерде мұндай қабілет болса, ең алдымен қайда барар едіңіздер? Пікірге жаза кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.